Ересек топ. Білім бөлімі таным шығармашылық, пән, математика негіздері жапсыру. Тақырыбы үш саны, сан белгісі, құз. Балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз сендермен орманға саяхатқа шығамыз. Ормандағы қауіпсіздік ережесін еске түсірейік. Дұрыс айтасыңдар. Орманда айқайлауға, шулауға, ағаш сындыруға, жануарлардың тыныштығын бұзуға болмайды. Алаңда емен астында біз екі саңырауқұлақ көрдік, ал ары терек астында біз тағы да бір саңырауқұлақ таптық. Ал енді кім маған жауап береді? Барлығы біз неше саңырауқұлақ таптық? Дұрыс айтасыңдар, емен астында біз екі саңырауқұлақ таптық, ал терек астында бір саңырауқұлақ бар. Барлығы үш саңырауқұлақ. Қане, санайықшы тағы да. Неше саңырауқұлақ таптық? Бір, екі, үш. Үш саңырауқұлақ. Балақай, үш санына қарап, мұқият қара және есіне сақтап ал. Балалар, біз саңырауқұлақтар жинап, бір үйшікке де келіп қалдық. Шеткі орманға жақын үйшіктің ішінде үш жануар тұрады екен. Онда үш орындық, үш кесе, үш қасық, үш төсек, үш жастық бар. Бұл үйшіктің иелері қай ертегіден екен? Дұрыс айтасыңдар, бұл үш аюдың үйшігі екен. Аюлар да орманға барып саңырауқұлақ, алмалар терген екен. Қане, аюлардың не жинағандарын қарап алайық және санап алайық. Аю анасы саңырауқұлақ жинапты, ал аю әкесі алма жинаған екен. Ал енді саңырауқұлақтарды және алмаларды санап өтейік. Неше саңырауқұлақ? Бір, екі саңырауқұлақ. Ал енді алмаларды санайық. Бір, екі, үш. Үш алма. Балалар, не көбірек? Алма көбірек пе? Саңырауқұлақ көбірек пе? Дұрыс айтасыңдар, алмалар көбірек. Ал енді осы алмалар мен саңырауқұлақтар бірдей болу үшін не істеу керек? Бір саңырауқұлақ қосу керек екен, солай ма? Жарайсыңдар. Енді бізде үш саңырауқұлақ және үш алма бар екен. Енді ойын ойнайық. Экранда көрсетілген санға сәйкес қолыңды соқ, балақай. Ал енді қарашы, жоғарыдағы сында неше қарлығаш отыр? Бір қарлығаш отыр. Ал төмендегі сында неше қарлығаш отыр? Екі қарлығаш. Ал барлығы неше қарлығаш? Үш. Жарайсың. Мына суретке қарап, санға сәйкес заттарды тауып, сызықпен қос. Жарайсың. Ал енді сергіп алайық. Күзгіріп иілеміз оң жаққа, дәл солай иілеміз сол жаққа. Жаттығуды қайталай, екі жаққа жай ғана, иілеміз оңға солға тоқтамай. Жаттығуды қайтала, екі жаққа жай ғана, иілеміз оңға солға тоқтамай. Ал енді мен сендерге жапырақтардан қос жапсыруды ұсынамын. Ол үшін бізге ақ қағаз, желім, қайшы, қылқалам, стақан су, жапырақтар, ақ салфетка және гуашь қажет. Жапсыруымызды құйрықтан бастаймыз. Ұзынша жапырақтарды алып, құйрығын желіммен желімдеп, жапырақты ақ қағазға жапсырамыз. Ақ салфеткамен жапырақтың үстін бастырамыз. денесі мен қанатын
үлкен жапырақпен жабыстырамыз. Көзі мен тұмсығын жапырақтардан қиып алып жасаймыз. Мінекей, құсымыз дайын. Ал біздің саяхатымыз аяқталып та қалды. Келесі кездескенше сау болып тұрыңдар.